Ассалаумағалейкум достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тақырыбымыз футболға упаковканы қалай жасаймыз, қанша логистика төлейміз, вообще в целом қандай маркировкалар қолданамыз, солар жайлы айтатын боламыз. Видеоның соңына дейін көріңіздер, комментарий қалдырып отырыңыздар, бізді қолдап отырыңыздар. Біз қазір өзіміздің бутикқа келдік. Бірге полный процесс көретін боламыз, қандай маркировкадан бастаймыз деген. Бірінші біздің өтіп жатқан нишамыз тауып алуымыз керек. Допустим, мына товарды мен футболға жіберейін деп жатырмын деп есептейік. Біз бұны бірнеше түрде жіберсек болады. Если товарымыз сынбайды, жақсы барады десеңіздер, то упаковка жасамай-ақ жіберуге болады. Мынаны товарға аламыз да, сайттың өзінің беретін кішігірім маркировкасы бар. Соларды каждый товарымызға жапсырып шығамыз. Допустим, менде 20 товар болса, 20 штук мынандай шығарып аламын да, барлығын жапсырып шығамын. Сөйтем да, осындай товарымды коробкаға салып жіберем. Бірақ кейбір жағдай болады. Мына товар хрупкий болуы мүмкін, сынып қалады деп. Ондай кезде мен упаковка обязательно жасаймын. Ал упаковка 2-3 түрге бөлінеді бізде. Футболда біз мынандай прозрачныйға орайтсақ болады. Прозрачныйға ораймыз. Керекті жерлерін скотчпен қатырамыз. Содан кейін сыртына уже жаңағы маркировкамызды тағы біреу жапсырамыз. Керекті жеріне. Бірақ бұдан да мен күшті түрін шығарып алғанда, футболға жіберетін кезде мен мынандай курьерский пакетке салам, чтобы клиент алған кезде ода бір приятный ощущение болсын деп. Распаковка жасау процесі көп адам ұнайды. Осындайға салып, бетін жауып, осының сыртына жапсырсам болады да жаңа маркировканы. Осылайдан каждый товарын орап шығам. Бұл біріншіден клиентке барған кезде сынбай барады. Екіншіден приятно болады. Каждый адам ол упаковканы ашқан кезде бір жақсы ощущение алады. Үстемізде осы товарлардың барлығын өзіміздің коробкамызға толтырамыз. Если сіздердің товарларыңызда сразу орайтын болсаңыздар, жаңағындай ішіндегі маркировкалар қажет болмайды. Олар жасамай қоясыздар. Сөйтіп коробкамызды толтырамыз. Және тағы да бір момент бар. Допустим, сіздің товарыңызда мынандай бір маркировка болуы мүмкін да. Если сізде ФБО болса, баркодты сгенерировать етіп сайттан жасасаңыз, мынаның үстіне жапсырасыз. Но мынандай бір лайфхак бар. Пока ешкім жасамаған. Баркодты создать еткен кезде карточкамызды сразу мына цифрды өзіміз енгізіп қойсақ болады. Яғни мен мына товарды упаковка жасамаймын, маркировка жапсырмай, Озонға жіберсем, олар мынаны пробить етіп, менің товарым екенін определиться ете алады. Бірақ мына санды мен толыққанды жазып шығуым керекпін. Егер ішінде ошибка болса, өкінішке орай сіздерде бір қателік болуы мүмкін. Егер ондайға қиналып жүргім келмейді десеңіздер, то мынандай шығарып жапсыра саласыздар. Товарымыз аналогично, орасақ болады, орамасақ болады. Допустим, орамай салдық делік. Коробкаға бірнеше артикул салсақ болады. О жағынан проблема жоқ. Одан кейін коробкамызды жауып, бетін әдемілеп скотчтаймыз. Бірақ скотчтамасқа дейін бір мынандай лайфхак бар. Мынандай кардон аламыз да, мынаның бетіне қойып қоямыз. Товарымызды толтырып, бетіне қойып, сосын барып скотчтаймыз. Неге десеңіздер, мына Озон скатына барған кезде олар мынандай пышақпен ашады. Неге тарталай ашады. Сол кезде біздің товарымызға зақым келмес үшін мынаның ішіне тағы да бір слой коробка қойып қойыңыздар, чтобы ашқан кезде мынау кесілу үшін. Мына кестім, сразу ол повреждениенің бәрін көтеріп қалады. Сондай салып болғаннан кейін бетін жақсылап скотчтаймыз. Скотчтағаннан кейін бізде мынау футболның поставкасын создать еткен кезде мынандай қағаз береді. Негізі бір-ақ 3 штук береді, бірақ біз бұны аламыз да 3 штук шығарып аламыз. 3-еу шығарып, мына товардың 3 шетіне жапсырып қоямын. Мына бір беті, екінші беті және үшінші беті. 3 шетіне жапсырамын. Неге үшеу десеңіздер, мына бөлініп қалуы мүмкін да жолда. Бір зат тиіп кетеді, үстіне басқа коробка қояды, немесе үстіне басқа коробка қойған кезде мынаны ұрылмай қалады. Сөйтіп, на потом откладываться етілмес үшін жан-жағында болу керек. Бір жағынан Озонның сотрудниктарынан аңғайлы, екінші өзіміздің страховкамыз үшін. Бұдан бөлек бізде мынандай документ бар, ТТН деген. ТТНді толтырып, қолдарымызды қоямыз. И ТТНнің екінші бетінде обязательно мыняққа номер телефона мен почта жазу керек. Егер вдруг мен товармен бірдеңе болып қалса, мына почтаға маған связға шығады, немесе телефонға. Номерді +7 қылып жазамыз. Типа 8-бен емес, +7-мен жазып жасауымыз керек. Бұдан бөлек бізде әртүрлі коробканың размерлары бар да. Кішкентай да бар. 30, 20, 30 деген. Немесе бұдан да үлкені бар. 80, 60, 50 деген. Или же палета бар. Мынаны мен создать еттім Алматыдан Москва қаласына. Бұны примерно 8.000 теңгедей болады. 8.000, 8.500 рубльға байланысты. Бұдан қымбаты да бар, арзаны да бар, үлкені де бар деген сияқты. Олардың прайстарын мен өзім Инстаграмда қалдырып қойғам. Сол жаққа өтіп тегін біліп алсаңыздар болады. Инстаграм парақшаның астына қалдыратын боламын. И сөйтіп біз өзіміздің товарымызды қандай коробкаға саламыз, соны есептеуіміз керек. Неге десеңіздер, допустим, жаңағындай блендер болса, мынаған бір 10 ақталы сыйса, 8.000-ді 10-ға бөлем, 700 теңге, каждый доставкасы 700 теңге алып қалады да. Мен ол кезде уже палетаға саламын. Палетаға мен 300-400 сыйдырып жібере аламын. Сол кезде маған
логистикам әлдеқайда арзан шығатын болады. 200 теңге, 300 теңге ғана шығады. Сол себепті товарымыздың габаритіне байланысты отправканың коробканы таңдауымыз керек. Сөйтіп барып сіздер плюсқа шығасыздар. Ал егер тест ретінде болса, сол тест ретінде мынандай товарды аламыз да бірнеше қалаға жіберіп көретін боламыз. Бұл бізде ФБО жағдайында жаңа маркировкаларын жабыстырып, сыртын орамай жіберсек болады. Ал егер бізде ФБС болса, ФБСте біз обязательно былайынан орамыз керек, яғни қараға немесе курьерский пакетқа салып жіберуіміз керек. ФБС заказдарды прозрачныймен жасамаңыздар. Біріншіден нишан жасыру керек, екіншіден товарыңыз анонимді болу керек. Оның уже маркировкаларын тағы бөлек айтатын болам. Но в целом былайынан толтырып жинап қойсаңыздар, бұлардың өзі ФБСте жақсы барып отырады. Осылайша біз кішігірім процесімізді көрсеттік, сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Мынау бізде кішігірім фулфилментіміз Рахат базарына орналасқан. Бірінші рет 14 пучқа келсеңіздер, егер жаңағы процестер қиын болса, сіздерге көмектесе аламыз. Өзім болмасам да өзімнің командам сіздерге көмектеседі. Бұдан бөлек Инстаграмға кіріп, маған прайс сөзін жазсаңыздар, жаңағы кішкентай коробкаға немесе палета қанша алады, соның прайсын барлығын мен сіздерге абсолютно тегін беретін боламын. Видео ұнады деп ойлаймын. Каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Көріскенше сау болыңыздар.